Баршаға сәлем. Бүгін біздер логотип жасауды және анимациялық видео жасауды қарастыратын боламыз. Ол үшін сіз Google браузеріңізге renderforest.com деп жазып, ең бірінші тұрған сайтты ашасыз. Осы жерде енді видео, веб-сайт, логотипі, макапы, дизайны дегендер тұрады. Соның ішінде видео мен логотип жасауды көрсететін боламын. Егер сіз тіркелмеген болсаңыз, бұл жерге логиніңізді, пароліңізді енгізіп, тіркелуіңіз керек болады. Мен Gmail аккаунтыммен тіркелдім, сол Gmail аккаунтыммен кіремін. Енді бұл логотип бізге қай кезде керек? Кез келген мекеме болсын, кез келген заттың болсын, өзіндік логотипі болады. Сол сияқты мұғалімнің де өзіндік логотипі болу керек. Бізге логотип қай кезде керек? Яғни қандай да бір сайысқа қатыссаңыз, осы логотипіңізбен өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдыруыңызға болады. Мысалға сіз презентация көрсетсеңіз, немесе видео көрсетсеңіз, төменгі жағына өзіңіздің қолтаңбаңызды, логотипіңізді жасап қойсаңыз, сізді сол логотип арқылы білетін болады. Енді видео, анимациялық видео бізге өте қызғылықты болып көрінеді, және оған деген қызығушылығы оянады деп ойлаймын. Сайтта жұмыс жасау үшін начать дегенді басасыз. Начать дегенді басқан соң сізге осындай терезе ашылады. Сол жерде сіз видео жасайсыз ба, логотип жасайсыз ба, қайсысын жасайсыз, соны таңдап аласыз. Мысалға мен видео жасаймын, сондықтан видеоны таңдаймын. Ары қарай осы жерде көптеген шаблондар ашылады. Сол шаблонның ішінен өзіңізге қажеттісін аласыз. 3D анимация дегенді алғым келіп тұр. Бұл жерде 286 дейді. Интро анимацияның 588 түрі бар. Көптеген осындай анимация шаблондарының түрлері көп. Соның ішінен өзіңіз таңдап сабағыңызға ыңғайлап аласыз. Создать сейчас дегенді басасыз. Сіз европейский дегенді немесе японский дегенді таңдай аласыз. Яғни кейіпкерлердің ұлтын таңдай аласыз. Сіздерге жасаған анимациялық презентациямды, видеомды көрсетіп жіберейін. Создать проект с нуля деген. Бұл жерде көптеген мамандыққа байланысты кейіпкерлер. Видео анимацияда көріп тұрғанымыздай, бұл жерде қазақша шрифттер жоқ, тек қана орысша және ағылшынша шрифттер бар. Сондықтан арасында қазақша қаріптер шықпай қалады. Оны өзіңіз қандай да бір программаға салып өңдеп алсаңыз болады. Міне осылай суреттерімізді, анимация шаблондарымызды таңдап алдық. Енді ары қарай мына сары жерлерге текст жазуымыз керек. Бұл тексттің орындары. Енді оқиғаға байланысты мен текст жазуым керек. Осылай мен тексттерін жазып шықтым. Енді ары қарай предпросмотр дегенді басамын. Яғни алдын ала қарап шығу дегенді басамын. Біз музыка қосуымызға болады. Слушать как есть дегенді басамын. Ары қарай
Быстрый просмотр дегенді басамын. Мына жерде ақылы түрлері ұсынылып тұр. Енді мен ақысыз түрі, яғни мынаны басып, көк жазудағын басып, өзім жасаған видеоны қараймын. Біздің видеомыз жүктеліп жатыр. Неге көк сызықпен сәл күте тұрамыз. Міне біздің видеомыз осындай болып шықты. Сондықтан мына жерде 360 с водяным знаком дегенді басамыз. Мына жерде премиум, яғни ақылы түрдегілер. Сондықтан көк жазудағын басамыз. Осы жерде енді мына жерде логиніңіздің жанында, логин пароліңіз менің аккаунтыңыздың жанында видео дегенді бассаңыз, өзіңіздің жасаған видеоларыңыз ашылады. Мои проекты деген жерден сіздің жасаған видеоңыз көрініп тұрады. Сол жерден сіз скачать дегенді басасыз. Менің загрузки деген жерден сіз өзіңіздің жасаған видеоңызды қарайсыз. Мына көк сызық мына жерге нашар болғандықтан екі рет сақтап жіберіппін. Біреуін отменить етемін. Не сақталды. Енді показать папки дегенде 3-ді 1 деп тұру керек. Соны қараймыз қазір. Трейдер 3-1 деп тұр. Біздің загрузки папкамызге түсті. Енді ары қарай логотип жасауды көрсетейін. Логотипы деген жерде барамыз. Сол жерден өзімізге қажетті сфераны таңдаймыз. Профессия, жөнінде ма, осыны ютубер, спорт, гейминг. Қандай түрлері бар. Енді по профессиям деген жөн шығар. Осыны ашайық. Мына жерде көптеген логотиптің үлгілері бар. Соның ішінде осылай логотипті, қажетті логотипті редактировать етіп аласыз. Текстердің иконкасын үлкейтіп кішірейтуіңізге болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай өңдей аласыз.
мына жерде текст дейді. Текстті жазуымызға болады, түсін өзгертуімізге болады, color дейді, иконкасын өзгертуімізге болады, және өлшемдерін өзгертуімізге болады. Міне мынау иконкасы, бұны сәл қысқартайық. Текст дегенді баса. Жазуды сәл кішірейтуге болады. Осылай кішірейтеміз. Немесе үлкен болсын десеңіз, үлкейтуімізге де болады. Астындағы текстті де сонымен түзетеміз. Слоган деген жерге. Әріптердің аралығындағы өлшемді өзгертеді. Осы белгіні үлкейтіп кішірете отырып, қаріптің араларындағы жолдарды, аралықтарын дұрыстай аласыз. Мына жерден стиль шрифті өзгертуге болады. Мысалы, жазу стильдері. Бізге былай ұнайды, өзіңіз қарайсыз. Мына жерден неге маған өзі ұнапты, соны тұра берсе дейміз. Ары қарай бізге логотиптің өзін, иконканың өзін дұрыстау керек болды. Иконкамыз осылай тұрса, иконканың түсін өзгертуіміз керек. Түсін мысалымыз қалай етіп өзгертеміз. Мысалымызда енді болды, дайын болды. Енді скачать деп өшіріп аламын. Тағы да free деген тегін нұсқаны таңдаймын. PNG түрінде сақталады. Download деп сақтаймын. Жасаған логотипіміз осылай сақталады. Енді download дегенді тағы басасыз, ол загрузке түседі. Загрузкеге келіп түсіп жатыр. Показать папки деп қараймыз. Енді папканың ішін ашамыз.
міне бізде осындай логотип пайда болды. Логотипіміз осы. Видеомыз қарап көрейік. Бүгінше осы. Бүгін біз renderforce.com программасымен жұмыс жасап, анимациялық видео және логотип жасауды үйрендік. Егер де менің видеом пайдалы болса және сізге алдағы видео қызықты болса, каналға тіркеліп, міндетті түрде қоңыраушаны басып, каналда жаңадан шыққан видео туралы хабарламаны жіберіп алыңыз. Күніңіз сәтті өтсін, сау болыңыз.